Армысыздар, құрметті достар. Бүгін неміс классикалық философиясының көрнекті өкілі Иммануил Кант турасында әңгімемізді бастайық деп отырмыз. Неміс классикалық философиясы 18-19 ғасырдың бірінші жартысында кең қанат жайды. Неміс классикалық философиясы философияның дәстүрлі проблемаларынан гөрі адамның мәнін зерттеуге, даму проблемасына ерекше көп көңіл бөлді. Неміс классикалық философиясының негізін қалаушы Иммануил Кант болды. Шығыс Пруссиядағы Кенигсберг қаласында дүниеге келіп, өмір бойы сол жерде өмір сүрген. Жастайынан әлсіз бала болып, өзінің денсаулығына мұқият қарауға мәжбүр болған. Өмірінің аяғына шейін қатаң тәртіптің негізінде өмір сүріп, денсаулығын сақтап қалу үшін тіпті жанұя құрудан да бас тартқан. Кант 1045 жылы жергілікті университетті бітіргеннен кейін жаратылыстану мәселелерімен айналысады. Тек 1770 жылдан бастап өмірінің соңына дейін философиямен шұғылданады. Канттың бұл өмір кезеңін сындық кезең деп зерттеушілер атап кеткен. Себебі Канттың бұл уақытта жарыққа шығарған 3 негізгі еңбектері сын деген сөзден басталады. Оның өмірлік ұраны, шыдамдылық және өзіңді ұстау білу. Кант философиясы трансцендентальды идеализм деген атау алды. Канттың философиялық шығармашылығы 2 кезеңнен тұрды. Сыни кезеңге дейінгі кезең қарастырған мәселесі болмыс, табиғат, жаратылыстану мәселелері болды. Ол даму проблемасында табиғаттың дамуына көңіл бөлген алғашқы философ болды. Бұл кезеңдегі шығармасы жалпы тарих және аспан теориясы. Кант онда өзінің космологиялық теориясын түсіндірді. Күн жүйесінің пайда болуы туралы болжам жасады. Әлемнің пайда болуының аналогиясын қарастырды. Бұл теория кейін Кант Лаплас теориясы деп аталды. Канттың ойынша, біз өмір сүріп жатқан жер планетасы сияқты ғарышта сан алуан объектілер бар. Ал олардың көбі біз сияқты саналы пенделерді тудыруы мүмкін. Табиғат жалпы алғанда мәңгілік іс-әрекет пен жаңару жолында өмір сүреді. Ол өзінің бітпейтін қайта құру әрекетін тоқтатпайды. Сыни кезең. Осы кезде ол өзінің негізгі еңбектерін жазды. Олар таза ақылға сын, таным теориясының сұрақтары, практикалық ақылға сын, этикалық мәселелер, пайым мүмкіндіктеріне сын, эстетика және табиғаттағы мақсаттылық байланыстар туралы ілімі жүйеленді. Таза ақылға сын еңбегінде таным теориясы қарастырылып, жаңа замандағы эмпиризм мен рационализмнің тар өрісін өзара біріктіруге тырысты. Ол танымды 3-ке бөлді. Сезімдік, пайым, зерде, рационалистік. Таным теориясында агностик болды. Танымның қоршаған шынайылықты толығымен тану мүмкіндігін жоққа шығарды. Оның болжамында танымның тұйыққа тірелуінде себеп қоршаған шынайылық объекті емес,
taным hareketindeki adam, onun akıllı, onun tanımdық mümkündükleri şektewli. Eğer adam özünün akıl oyunun mümkündükterinden шығып ketсе, onda o şişilmeytin kayşılıklarga duşar boladı. Antinomiyalardın boluğu Kant oyunça akıldın kabiliyetinin şektewliginin dalili. Ömrünün sındık kezeninde Kant özünün aldına bir neçe kölemde filosofiyalık surakları koyup solarga cevap beruge tırışады. Olar, men neni bile alamın? Men ne isteyim kerek? Men ne narsege ümittene alamın? Adam degenimiz ne? Және ол özü ne bola alады? Kant'ın gnosiologiya tanım salasında жасаған Kopernikандық төңкерісі men neni bile alamın деген сұраққа жауап беруінен шығады. Біріншіден, Kant білімді екіге бөледі. Олар тәжірибелік білім және априорлық, яғни тәжірибеден бұрын таза, оны тіпті туа біткен деген мағынада да түсінуге болады. Өйткені ол тәжірибеге дейін бізге берілген. Өзінің практикалық философиясында, яғни моральдық ілімінде априорлық деп дүниедегі барлықты емес болуға тиіс керектігін көрсететінді айтады. Канттың таным теориясындағы тағы да жиі кездесетін категориялары ол трансцендентальдық және трансценденттік. Трансцендентальдық деп Кант тәжірибенің алдында және сол тәжірибелік танымның мүмкіндігін жасайтын ұғымдарды айтады. Ал трансценденттік деп тәжірибелік шеңберден шығып кетуге ұмтылған, оның әр жағында жатқанды айтады. Кант философиясының маңызына келер болсақ, ол күн жүйесінің пайда болуы туралы ғылыми түсінік берді. Адамдың ақыл ойының танымдық қабілетінің шектеулі екендігі туралы идеяны ұсынды. Соғысты айыптап, болашақта мәңгі тыныштық артынан орнайтындығына сенімді болды. Осымен хабарымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.